Апатай, макавая жудит Вау, қандай күшті суреттер! Апатай, спасибо, моя бәбеле. Лайк бас! Бірақ та сен көп артық қағаздарды пайдаланғансың. Ой-ой-ой! Жасмина, қағаздарды үнемдеу керек. Неге? Ағаш өзіне пайдалы затты атмосферадан алады, ал онан бірін топырақтан алады. Әр ағаш өмірдің соңына дейін тонна көмір қышқыл газын өңдеумен болады. Ағаш бір жылда 1000 шақырым жол жүрген көліктен шыққан газды жұтады. Ағаштың түрлері өте көп. Мысалы, арша, емен, терек, ақтерек, көктерек, бәйтерек, тал, талшын және басқалары. Қағазды ағаштардан жасайды, ал ағаштарды үнемдеу қажет. Жақсы, апатай. Көп қағазды ысырап еткенде көбірек ағаштарды кесу керек. Ой-ой-ой. Ағаштар көптеген жануарлардың мекені және олар ауаны тазартуға көмектеседі. Жақсы, апатай. Қағазды екі жағынан да қолданып көрейік. Қара, Жасмина, пайдаланған парақтың артына сурет салуға болады. Бәхола. Жақсы. Сондай-ақ жазбалар үшін бір жағына басып шығарылған қағазды пайдалануға болады. Міне қараңыздар. Мешагай. Жақсы, апатай. Вот алыш. Қазір біз қағазды үнемдеудің қаншалық маңызды екенін білеміз, ал мұны істеу өте оңай. Қағазды және ағаштарды бірге сақтайық. Жақсы, апатай. Қағазды екі жағына да қолданып көріңіз және оның қалай болғаны комментарияға жазыңыз. Апатай, рахмет. Бүгін бізбен болғаныңыз үшін рахмет. Апатай, апатай. Яхбаш. Сау болыңыздар. Зовем директорец издатель и котка, и потом мешаем малют, и дети качают. И мама, и Асалия, и мен. Лайк, пас!